Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз оңтүстік кореялық әрқашан атты фильмге шолу жасаймыз. Зағип қызға ғашық болған жігіт жанарын қайтару үшін өмірін бәске тігеді. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Және телеграм арнаға тіркеліңіз. Ал біз бастаймыз. Ты спортом занимался, да? Фильмнің басында бұрынғы боксшы жігіт, қазір қарапайым жұмыскер Чольмин кешкі ауысымға күзет жұмысына келеді. Осы арада ойда жоқта бір қыз кеңсесіне кіріп, неше түрлі заттар беріп, таныс адамдай сөйлей бастайды. Қыздың көзі көрмейді. Ол жігітті досына айналған, бүгін жұмыстан шыққан шал деп ойлаған. Қыздың есімі Чонхва. Ол жігіттен кешірім сұрап кетпек болады. Бірақ жаңбыр жауып тұрғандықтан жігіт жауын басылғанша жанында отыруды ұсынады. Осы арада Чольмин ерекше әдемі қыздың түр-тұлғасына қарап қызығып отырады. Кететін уақыт келгенде Чонхва жігітке рахметін айтып тамақ береді. Чонхва зағип болса да тұтынушыларға жауап беру бөлімінде жұмыс істейді. Қызға бастығы қырындап жүреді. Бұл жағдай оған ұнамайтыны анық. Чольмин болса бұрынғы жаттықтырушысына барып, бұрын жасаған қателігі үшін кешірім сұрайды. Бірақ үміт күткен шәкіртінен жаттықтырушының қатты көңілі қалған. Кешке жігіт жұмысына келгенде қыз сүйікті бағдарламасын тыңдауға тағы келеді. Аяғы сасығанынан ыңғайсызданған Чольмин теледидарда не болып жатқанын айтып беруде. Солай екеуі жақын таныса түседі. Ертесі күні кешке жігіт қыз келетін уақытта бөлмені тазартып, жақсылап дайындалатын болған. Қыздың көзі көрмесе де жігіттің жаңа аяқ киім алғанын да байқаған. Қайтар кезде Чонхва шөлмектер салынған сөреге сүрініп, аяғын жарақаттап алады. Чольмин оны ауруханаға барып, емдетіп, үйіне дейін шығарып салып, аяғы ауырған қызды біраз жерге дейін көтеріп барады. Я тебя предупреждала. Ты в порядке? Абсолютно, в полном. Чонхваның үйіне келген Чольмин қыздың жалғыз өмір сүретінін біледі. Ол қыздың қиналып жүрген тірлігін жасап беріп, көмегін береді. Екеуі солай концертке бірге баруға келіседі. Жігітке деген көңілі пайда болған қыз кешке жақсылап дайындалып, өте сұлу болып шығады. Концертте Чольмин көзін Чонхвадан алатын емес. Екеуі артынша ас ішуге барып, жақсылап таныса бастайды. Бірақ жігіт өткенін қозғағысы келмей, қыздың бетін қайтарып ренжітіп алады. Не болса да қызды үйіне дейін шығарып салған жігіт өзінің жас кезінде көп қателік жібергенін, қазір барлығын түзетуге барын салып жүргенін айтады. Ертесі күні Чонхва жігіттің жұмысына тоқтамай үйіне қайтады. Чольмин болса жаттықтырушысымен кездесіп, неліктен жоғалып кеткенін айтады. Жігіт бандамен байланысып, қарыз адамдарды соққының астына алып, 4 жылдан астам уақыт түрмеде болған. Кешке Чольмин жұмысынан қайтып үйіне келгенде қырындап жүрген бастығы келеді. Беті қайтқан ер адам шарап ішіп алған. Мас азғын қызға тиісіп ұра бастайды. Абырой болғанда осы сәтте Чольмин келіп, азғынды соққының астына алады. Азғын өлімнен тек қыздың арқасында ғана аман қалған. Қыздың ендігі уайымы енді қалай өмір сүрмек? Өйткені бастығы оны жұмыстан шығаратыны анық. Я помогу. Так я буду чувствовать себя ничтожнее. Уходи. Осы жағдайдан кейін Чольмин қызды күзетіп, білдірмей соңынан қалмай жүреді. Ақырында жұмысынан өз еркімен шыққан Чонхва жігітке өзі келіп, кездесуге шақырады. Екеуінің аралары солай жақындай береді. Жігіт оған көмек беретін күшік сыйлаған. Өмірге деген құлшынысы оянған Чольмин жаттықтырушысына қайтып, жаттығуын жалғастырады. Жігіт қыздың ыңғайына қарай үйін жөндеп, махаббаттары нығаюда. Тынымсыз жаттығу нәтижесінде Чольмин ережесіз жекпе-жектен жетістікке жетуде. Солай екеуі өте бақытты өмір сүруде. Күндер өте Чонхва әке-шешесінің қалай қайтыс болғанын айтып береді. Көлік тізгінін ұстаған қыз бір ғимараттан өртенген адамның құлағанын байқап көңілі ауған. Сол сәтте үлкен жол апаты орын алған. Солай Чонхваның әке-шешесі қайтыс болып, қыз жанарынан айырылған. Сол жерде Чольмин де бар еді. Жігіт сол кезді есіне алады. Ол қарыз ер адамды ұрып жатқанда, ер адам өз-өзін өртеп терезеден секірген. Я верю, что это они послали мне тебя. Бұдан кейін Чольмин қыздың қасіретіне өзін кінәлі сезінуде.
Бұл аздай, дәрігерлер ота жасамаса, қыз көру қабілетін қайтара алмайтынын айтуда. Бірақ ота өте қымбат тұрады. Ақшаға мұқтаж болған жігіт басты қарсыласынан көмек сұрайды. Солай ол қауіпті іске бару үшін ізіне түсе алмайтындай барлық құжаттарын өртеп тастайды. Ал бір жағдай бола қалған жағдайда деп отаға керек ақшаны досына тапсырады. Солай қызға ота жасалып жатқанда Чульмин жалған төлқұжатпен Таиландқа барып, жасырын төбелес өтетін жерге келеді. Ол келісім бойынша жеңілу керек. Бұл төбелес өте қауіпті. Жекпе-жекте ешқандай ереже жоқ. Төбелес қарсылас өлгенде немесе есінен танғанда ғана тоқтайды. Аяусыз жекпе-жек кезінде Чульмин жеңілуде, бірақ өз-өзін ұстай алмай жеңіске жетеді. Мына жақта Чонхваның жанары көре бастайды, бірақ ол жалғыз. Чульминнің басты мақсаты жеңістен түскен ақшамен асыл тасты еліне әкеліп бастығына қайтару екен. Бірақ басты қарсыласы оны сатып кетеді. Асыл тастардан айырылған жігіт ауыр жараланып, өлім аузында қалады. Уақыт өте ауруынан айыққан Чонхва ғашығын іздейді, бірақ оның бейнесі де, толық аты жөні де қолында емес. Артынша ол сол кездегі өртке оранып, аман қалған ер адаммен танысады. Өз қатесін түсінген Чульмин ер адамның жазылып кетуіне барын салған екен. Ер адам қызға болған жағдайдың барлығын айтып береді. Чонхва әке-шешесінің өліміне Чульминнің қатысы бар екенін білсе де, жақсы көруін тоқтатпай жігіттің мүсінін жасауға тырысады. Арада солай 2 жыл өтеді. Чонхва мүсінші болып, жағдайы жақсарған. Ол көңілі бар ер адамдарға тұрмыста екенін айтуда. Қыз бұл жұмысымен қатар ауру адамдарға көмектесу үшін массаж жасап жүреді. Солай ауруханада Чульмин қызды көреді. Жігіт алған жарақатынан сал болып қалған. Чонхва ғашығының жүзін көрмегендіктен оны танымайды. Тіл қатпай жүрген науқасқа массаж жасап береді. Қыз жігіттің арқасын ұстағанда бір дүниені сезгендей болады. Бірақ оның есімін оқып күдігі сейіледі. Солай арада біраз уақыт өткеннен кейін аяғынан тұрған Чульмин Чонхваның дүкеніне барады. Ол қайта шыққан кезде жігітті танитын ит өзін қоярға жер таппай жігітке асылуда. Чонхва жігіттің сол бір науқас екенін таниды, бірақ Чульмин тіл қатпай кетеді. Чонхва артынша дүкеніне келіп, таяқ ұстаған жігіттің келгенін біліп, иттің әрекетінен барлығын түсініп, көз жасын тия алмай жігітті іздеп шығады, бірақ таба алмайды. Бұл уақытта Чульмин өзі жақсы көретін жерге жол тартқан. Кезінде сол жерге ғашығымен жиі баратын. Жігіт сол бір көл жағасында отырғанда Чонхва келеді. Я же говорила, что хочу смотреть только на твое лицо. Посмотри в мои глаза. Солай тағдырлары бір-бірімен байланысты ғашықтар қайта қауышады. Осылай фильм аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және Telegram арнаға тіркеліңіз. Сіздермен Киномен.